Сәлем, үйрек еті қосылған палау жасаймыз. Пиязды ортасынан екіге бөліп, ұзынша етіп турап алып, қазанға сұйық майды құйып, қыздырып, туралған пиязды салып қуырамыз. Үйректің сүбе етін орташа ірі етіп турап аламыз. Қызарған пиязға етті қосып қуыратын боламыз. Сәбізді ұзынша етіп, орташа қалыңдықта турап аламыз. Пияз бен етке сәбізді қосып, сәбіз жұмсарғанша аз ғана қуырып алып, бір ас қасық тұз, шай қасықтың ұшымен қара бұрыш, кориандр қосып, араластырып, аз ғана қуырып алып, ыстық суды құйып, сәбіз жұмсарғанға дейін қайнатып алып, тазалап жуылған күрішті салып, тегістеп, аз ғана суы тартылған кезде жан-жақтарын жинап, ортасынан ашып, чеснокты, ащы бұрышты салып, бетін жауып, жай отта бұқтырып пісіретін боламыз. Пиязды ортасынан бөліп, жұқа жіңішке етіп турап, қалауыңыз бойынша жасасаңыз да болады. Аз ғана тұз, паприканы қосып еземіз. Палау піскеннен кейін отты өшіріп, бірден қақпағын ашпай, 10 минутқа қоятын боламыз. Ащы бұрышты, чесноктарды алып, палауды араластырамыз. Палаудың суы күріштің сортына байланысты. Бұл күріш суды көбірек сіңіреді екен. Каналыма тіркеліп, комментарий жазыңыздар. Ас болсын.